Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа тауық етінен пісірме жасап үйренеміз. Мінекей, қараңыздар, қандай керемет. Түрі деген енді керемет, әдемі болып тұр. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің кешкі асымызға, яғни бізге тауық етінің филе еті керек, яғни тауықтың жұмсақ еті керек. 2 жұмыртқамыз қажет, және сливки дегеніміз 20%-ығын алдық біз сливки, 3 картобымыз, 1 жуамыз қажет, және сыр бізде, сырдан голландский алдым бүгін мен, және қызанақ қажет болады. Ең бірінші картобымызбенен жуамызды тазалап алайық. Мінекей, құрметті көрермендер, бәрін жақсылап тазалап алдық. 3 картобымызды, жуамызды, қызанақ бастан, яғни қызанағымызды бәрін тазалап алдық. Ең бірінші бізде жуамыз қажет. Жуамызды полукольца дейді, жартылай етіп турап аламыз. Былай ала тұрайық. Жуамызды турап алдық. Енді бізге 100 грамм маймен, яғни сары май, осы сары маймен сковородкамызды жақсылап астын майдап алып, мінекей, құрметті көрермендер, сары майымызды жақсылап сковородкамыздың астына жағып шықтық. Енді осының бетіне, астына, яғни майымыздың бетіне деген сияқты жуамызды салып аламыз. Ештеме қуырмаймыз. Бұлай салып қоямыз. Келесі бізде картобымызды турап алайық. Картобымызды бұлай дөңгелек етіп турап аламыз. Мінекей, картобымызды осылай турап алдық. Келесі жаңағы жуамыздың бетіне картобымызды рет-ретімен айналдырып салып шығамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, картобымызды салып шықтық. Енді келесі бізде тауық етімізді майда кубиктап турап аламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, тауық етінен ең жұмсақ жерін жақсылап турап алдық. Филе дейді, филе куриный. Енді картоптың бетіне каждый слой салған соң обязательно қара бұрышпенен тұз салып тұрыңыздар. Рет-ретіменен. Ал тауық етімізге, яғни тұзымызды, қара бұрышты, азғантай паприка саламыз. Аздаған паприкамызды салдық. Енді жақсылап бір араластырып алайық. Тауық етіне арналған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Мінекей, жақсылап араластырып алдық. Енді жаңағы картобымыздың бетіне осы тауық еттерін салып шығамыз. Мінекей, бізде бұл пока дайын. Ал келесі бізге енді 2 жұмыртқамызды
2 жұмыртқамыз, жаңағы сливкиміз. Сливкиді айттым мен сіздерге. 20%-тігін алас пайыздығын. Міне 2 жұмыртқамызды сливкиімізді үстіне қостық, және осыған бізге хмели сүннели деген приправамызды саламыз. Окорочкаға қолданатын, яғни тауық етіне қолданатын неңізді салсаңыздар да болады, зира салсаңыздар да болады. Ішіне қандай приправа салам дейсіздер, өз еріктеріңіз. Аздаған қара бұрышымызды және тұзымызды саламыз. Жақсылап енді араластырып, алып, жаңағы біздің білесіздер, тауық етін бәріміз слой-слоймен салып алдық, соның үстіне құйып шығамыз. Мінекей сливкімізді бетіне құйып, бетін міндетті түрде фольгамен жабамыз. Мінекей бетін фольгамен жауып, енді пешімізге 190 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Ал біздің етіміз, яғни тауық етінен начинкамыз піскенше, құрметті көрермендер, біз қызанағымыз бен сырымызды теркадан өткізіп алайық. Қызанақты теркадан өткізбейміз. Осындай круглый тураймыз. Дөңгелек етіп, яғни турап аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, бізде 1 сағат пеште тамағымызды қойып пісіріп алдық. Енді осының бетіне жаңағы теркадан өткен сырымызды саламыз. Су шықса іштен кетпейді, қайта ол сочный болады. Мына жерде 2 түрлі сырды араластырдым. Менде үйде сыр болған тағы да. Бетіне осылай сырларыңыздың бәрін салып шығыңыздар. Және қызанағымызды саламыз. Енді духовкаға 20 минутқа сырымыз, яғни ерігенше қойып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, бүгінгі біздің кешкі асымыз дайын десек те болады. Қараңыздар, мінекей бетінде сыры менен помидорымызды, бетіне тағы да ары қарай көк шөптеріңізді салсаңыздар болады. Иісі деген енді керемет шығып тұр. Мінекейіңіз, бүгінгі біздің кешкі асымыз дайын. Ондай болса, дәмін көрейік. Ал құрметті көрермендер, ондай болса, біз бүгін кешкі асымыздың дәмін бірге көрейік. Иісі деген енді керемет. Bismillah. Қараңыздаршы міне.
дәмі енді керемет. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет шыққан. Жасап көріңіздер. Ең оңай тамақ. Қуырып еш нәрсені әуре болмайсыздар. Өзінің соғында піседі. Керемет болған. Жасап көріңіздер. Пікірлеріңіз болса қалдырып, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше.